Қайырлы күн достар, бүгін дәмді әрі пайдалы, жасалу жолы оңай 4 түрлі салаттың рецептімен бөліспекпін. Каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең әуелі ет және фасоль қосылған өте дәмді корейский салат дайындаймыз. Ең әуелі салатқа қосатын етті дайындаймыз. Қызып тұрған сұйық майға соломка етіп туралған сиыр етін салып, оған тұз қосып, өзіңізге ұнаған дәмдеуіш қосасыздар. Дәмдеуішті қоспасаңыз да болады. Соя тұздығын қосып, аздап су құямыз. Еті жұмсарғанша бұқтырып пісіретін боламыз. Яғни суы тартылғанша бұқтырып пісіреміз. Сәбізді кәріс үккішінен өткіземіз. Сарымсақты ұсақтап қолмен тураймыз. Қиярды ұзынша етіп тураймыз. Енді сәбізге паприка, қызыл ащы бұрыш, кориандр, қара бұрыш, ұсақтап тураған сарымсағымызды салып, қызып тұрған күнбағыс майын сарымсаққа бұрышқа тиетіндей етіп осылай құямыз. Қанша қосу керек граммдарын описанияға жазып кетемін. Жақсылап араластырамыз. Ұзынша етіп тураған қиярымызды және піскен етімізді қосамыз. Тәтті болгар бұрышын осылай жіңішке ұзынша етіп тураймыз. Татымына қарай тұз қосамыз. Лимонның шырынын қосып, жақсылап жуылған петрушка немесе кинзаны осылай үзіп қосамыз. Консервідегі фасольді қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің ет және фасоль қосылған кәріс салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді табули салатын жасайтын боламыз. Кускустың любительдеріне арналады. Кускус деген осындай тарының қатты түрі. Кускустың үстіне қайнаған су құйып 5-7 минутқа қалдырамыз. Су мен кускустың пропорциясын описанияға жазып кеттім. Енді черри қызанағын осылай ортасынан 2-ге бөліп тураймыз. Үлкендеу болса 3-ге бөлесіздер. 5-7 минуттай тұрған кускусты енді қызанақтың үстіне қосамыз. Жақсылап жуылған жасыл пиязды турап шығамыз. Петрушканы, яғни ақ желкенді осылай үзіп қосамыз. Рафинированный зәйтүн майын қосамыз. Лимон шырынын қосып, ұнтақталған қара бұрыш және тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл салат кускусты ұнататын любительдерге арналады. Енді оның үстіне етімізді қосамыз. Осы видеоның басында етті қалай пісіру керегін көрсеттім. Немесе суға піскен сиыр етін қоссаңыз да болады. Мінекей табули салаты дайын. Баршаңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі салатқа кірісеміз. Корейский капуста салатын дайындаймыз. Осылай үй жағдайында жасасаңыздар, базардыкінен де дәмі керемет болып шығады. Орам жапырақты осылай турап шығамыз. Ыдысымызға салып, тұз және сірке суын қосып, жақсылап араластырамыз. Сірке суы менде 9%. Бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан соң суы жоқ етіп, орам жапырақты басқа ыдысқа осылай салып шығамыз. Тәтті бұрыштың осындай ақ жерлерін алып тастап, 3 бұрышты етіп осылай турап шығамыз. Орам жапырақтың үстіне қосамыз. Аздап қант қосып, кәріс үккішінен өткізілген сәбізді үстіне қосамыз. Күнжіт майын қосамыз. Мен осындай күнжіт майын қостым. Енді паприка, қызыл ащы бұрыш, кориандр, ұсақтап туралған сарымсақты қосып, қызып тұрған күнбағыс майын сарымсаққа тиетіндей етіп осылай үстіне құйып шығамыз. Осылай ұсақтап турап укропты қостым. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғасын, бір түнге тоңазытқышқа қойып алғандарыңыз дұрыс. Мінекей біздің кәрісше орам жапырақ салатымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді тауық еті қосылған тойымды салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін
картофель пай дайындаймыз. Ол үшін жақсылап жуылған картопты осылай үккіштен өткіземіз. Мұздай суға 2-3 қайтара жуып аламыз. Жақсылап жуып алғаннан соң қағаз сүлгіге қойып, осылай кептіріп аламыз. Қызып тұрған сұйық майға осылай картопымызды аз-аздап салып, қуырып аламыз. Піскен жұмыртқаның ағын тураймыз. Жақсылап жуылған қиярды жіңішке етіп тураймыз. Полукопченый колбасаны ұзынша етіп тураймыз. Маринадталған қиярды да турап, піскен тауық етін ұзынша етіп турап шығамыз. Салат жапырағын қолымызбен үзіп-үзіп қосамыз. Бағанағы қуырып алған картофель пайды қосып, татымына қарай тұз қосып, майонез қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тарелкеге қойғаннан соң бетіне үккіштен өткізілген ірімшікті қойып шығамыз. Мінекей салатымыз дайын. Достар, видео ұнаса, достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Каналымда бұдан да басқа 70-тен аса салаттардың, баклава, неше түрлі тәттілердің, самса, пиццалардың түр-түрі бар. Кіріп көріңіздер, плейлист бөліміне өтсеңіздер, тез тауып аласыздар. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.